Сәлем YouTube kanalının көрермендері. Міне, қазанның бүгін 18-і. Қауын қазан болып жатыр. Міне, валет деген қауын. Енді бұны малға береміз турап. Ата кәсіптен айырылмау керек. Міне, күніге 2 мезгіл болса 2-де 20 литр шелекпен береміз. Анан бұны мал жегеннен кейін мраморный мясо болып шығады. Шырын қауын, тәтті қауын кереметі. Сөйтіп бір ай жейді бұл қауынды. Таусылса әкелеміз, поляда жатыр, қазан болып жатыр. Міне, таласып жеп жатыр. Міне, ата кәсіп деген осы. Есің кетсе ешкі жейді, есің жей дегенмен таласып жеп жатыр. Бұның еті енді мраморный мясо болады. Сондай шырын. Жантақтан беріп тұрамыз арасында. Сөйтіп ата кәсіптен айырмау керек. Мына қауынның бір үштігі мына дәулері 100 теңге тұрады. 5 кило шығады бірақ. Ал мына қойдың ешкінің еті 3,5 теңге. Көрдіңіздер ме? Қауын береміз. Сол жақсы алым. Аман болыңдар.